Ерте піскен жеміс-жидек пен көкөністі сатып алуға асықпаңыз. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің өкілдері құрамында нитраттың мөлшері жоғары өнім адам денсаулығына кері әсер етіп улануыңыз мүмкін дейді. Сондықтан мамандар бау-бақша өнімдерін жайма базардан емес тексерілген сауда орындарынан алуға кеңес береді. Базардан алған күннің өзінде суға салып жақсылап жуу керек дейді. Толығырақ Сымбат Ғалымбекұлы айтып берсін. Алматыда жыл 12 ай жайма базардың саудасы қызғыз қайнайды. Алып сатарлар көше бойында көбінесе жеміс-жидек пен көкөніс сатады. Мұндай жерлерде санитарлық талап туралы айтудың өзі артық. Күнкөрістің қамымен жүрміз деген саудагерлер сатып жатқан өнімдерінің қайдан келгенін, қалай өсірілгені және қанша уақыт қоймада жатқанынан бейхабар. Қашан жуылған білмейді. Холодильник по-любому ерте жуылады ғой. Ана жақтан тереді, холодильникте әкеліп сатыда қояды. Санитариялық эпидемиологиялық бақылау комитетінің өкілдері ерте піскен өнімнен сақ болуға шақырады. Құрамында химиялық заттардың мөлшері шамадан көп жемістен улану қаупі жоғары. Себебі шаруалар өнімін ерте пісіріп, мол табысқа кенелу үшін түрлі тыңайтқышты көп қосады. Ерте піскен өнімдерде, жеміс өнімдерінде, көкөністерде әсіресе қызылша, құлпына ерте піскен, сонымен қатар шалғам, қарбыз, қауындар әдетте нитраттар көрсеткіші жоғары болуы мүмкін. Соның салдарынан үлкен ауыр нитраттармен улану қаупі туады. Сондықтан олардың өзінің табиғи пісетін уақытысында алып жеген жөн. Соған біз кеңес береміз. Нутрициологтар адам денсаулығына кері әсер ететін жоғары мөлшерді нитраттардан құтылудың жалғыз жолы өнімді дұрыс тазалау дейді. Мамандар 1 литр жылы суға 1 қасық тұз бен сірке суын қосып, соған жеміс пен көкөністі жарты сағатқа салып қоюға кеңес береді. Сосын таза сумен жақсылап шаю қажет. Нитрат деген азот қышқылының тұзы. Жалпы нитраттан нитрит түзілсе, ол қауіпті болады. Ерте піскен жеміс-жидек пен көкөністі көрінген жерден алуға болмайды. Сатып алғанның өзінде асықпай тазалау керек. Сондай-ақ көптеген импортталған өнімдер ұзақ уақыт сақталу үшін парафинмен қапталады. Оларды жақсылап шайып, қабығын толығымен аршып тастаған жөн. Берем клубничку, втыкаем в клубничку и нажимаем ОК. Идет измерение. 100 миллиграмм на килограмм – норма. Здесь 42 миллиграмма на килограмм, то есть в 2 раза меньше. И пишет аппарат содержание нитратов в норме. Поэтому эту клубнику с большим удовольствием можно есть. Ал диетологтар нитраттың мөлшерін көретін дәл осындай құрылғыны сатып алуды ұсынды. Соның көмегімен тұтынатын өніміңізді өзіңіз тексеріп, зиянды заттардың бар жоғына көз жеткізуге болады. Алайда сатушылардың барлығы мұндай тексеріске келісе бермейді екен. Я просто выбираю продавца. Мен алдымен сатушымен сөйлесемін, көбі өнімін тексеруге қарсы болады, бірақ келісетіндері де бар. Олар сатып отырған өніміне сенімді. Біз жеп жүрген жеміс-жидек пен көкөністер басқа қалалар мен алыс жақын мемлекеттерден жеткізіледі. Импорттық тауарлардың барлығы талапты орындайды деп айта алмаймын, сондықтан сақ болу керек. Қазір кез келген сауда орындарында арнайы зертханалар жұмыс істейді. Онда жеміс-жидектегі нитраттың көлемін тексеріп, сосын сатылымға шығаруға рұқсат береді. Сондықтан тұтынушылар базарға барғанда алған өнімнің зертханалық нәтижесін талап етуге құқылы дейді мамандар. Сымбат Ғалымбекұлы, Вячеслав Тимофеев, КТК.